Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытудың әдістемесі мен оқу пәні. Қазақ тілін оқыту әдістемесі педагогика ғылымның бір саласы болып табылады. Ол өз алдына дербес ғылым, өйткені оның өзіндік зерттейтін нысаны, мазмұны, зерттеу әдістері мен тәсілдері бар. Қазақ тілін оқыту әдістемесін зерттейтін оны оқыту жолдары мен жағдайлары туралы заңдылықтар. Бұл заңдылықтар педагогикалық, психологиялық және лингвистикалық ғылымдардың негізде жинақталған практикалық тәжірибе мен бұрыннан қалыптасқан теориялық қағидалар тұжырымдардан шығарылады. Егер нақтылап айтсақ, оқыту әдістемесі мына мәселелерді зерттейді. Бірінші, мақсаттар: не үшін оқу қажет, мазмұны: нені оқыту қажет, ұйымдастыру: қалай оқытылу керек, құралдары: ненің көмегімен оқыту керек. Бесіншісі, оқыту кезінде оқушылардың білімді меңгеру деңгейі, ақыл-ойының дамуы мен тәрбиесі арасындағы ұштастық мәселелері, оқу проблемаларын шешу, мектепте тәрбие мен білім берудің жалпы мақсаттарын белгілейді. Әдістемелері мынандай міндеттері бар. Бастауыш мектеп пен орта мектепте қазақ тілі пәнінің мақсатын, ерекшелігін, мазмұны мен көлемін, құрылымын, бөліктерін бірін-бірі ұштастыру мен бірізділігін анықтау, оқу материалдарын сыныптарға бөлуі қажет. Екінші, оқытудың немқұрайлы, пайдалы, үнемі және тиімді әдістер мен тәсілдерін, оқытылатын материалдардың ерекшеліктері мен оқушылардың құрамының психофизиологиялық ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі жағдайда қолданылатын әдіс-тәсілдердің варианттарын зерттеу және сипаттау. Үшінші, қазақ тілі пәнінен жүйесі нақты белгіленген білім көлемінің, ғылымның негізін, оқушылардың ойдағыдай игеру шарттары туралы мәселелерді талдап шешу, яғни материалды дәл қабылдауды айқындау, түсінудің, оның практикалық қолдана білудің шарттары туралы мәселелерді талдау. Сонымен қазақ тілін оқыту әдістемесі оның мазмұны мен принциптері, әдістері мен тәсілдері туралы және мектепте қазақ тілін оқушыларға берілетін білім, дағды, білік мөлшері белгілеп, оны игеру жолдары, шарттары туралы ғылым. Зерттеудің теориялық әдістері: ең алдымен назар зерттелетін құбылыстардың, процестердің заңдылықтарын жинақтауға, анықтауға, қалыптастыруға бағытталады. Соңғы жылдарда оқыту әдістемесін жүйелі құрылымдық әдіс қолдана бастады. Оның мәнісі зерттеу өзара байланысты элементтерден құралған біртұтас жүйелерінде қаралады. Элементтер арқасында өзара байланыстылық пен қарым-қатынасты баса назар аударылады. Әдістемелік зерттеулерге типологиялық әдісте көрнекті орын алады. Бұл әдіс бойынша зерттелген объектілер мен құбылыстар топталып, әр топтың негізгі белгілері анықталынады. Типологиялық әдіс әдістеме ғылымының мәселелерін зерттеуінің жиі қолданылады. Жүйелік әдіс мұғалімнің бағдарлама бойынша бірнеше сабақты жоспарлап дайындауына мүмкіндік береді. Әр сабақтың өзіндік ерекшеліктері мен мақсаттары, мазмұны, оқыту әдістері жағынан, оқушылардың танымдық әрекеттерінің сипаты жағынан өзара байланысы сақталынады. Оқытудағы жүйелік құрылым әдіс сабақтың мақсатын анықтауда, осы мақсаттарға байланысты оқытудың мазмұны, әдістері мен құрылымдары сұрыптап ала білуді, сабақтың тиімділігін бағалауды көздейді. Зерттеудің теориялық әдістерінің ішінде тарихи әдістің де тиісті орны бар. Бұл әдіс бойынша зерттелінетін құбылыс уақыт жағынан даму, өзгерту тұрғысынан қарастырылады. Тілді оқытудың қазіргі әдістемесінің мәселелерін шешу бұл әдісте қолданылып отырады. Зерттеудің эмпирикалық әдістерінде мектеп тәжірибесін зерттеу және эмпирикалық әдістері жатады. Мұның алғашқы іс жүзінде қолданылып жүргізеді, анықтап есепке алу мақсаттары жүргізіледі. Мектеп тәжірибесін зерттеу әдістемесінің мына түрлерде белгіленеді. Оқыту процесін байқау жүргізу, мұғалім мен оқушылардың анкета тарату, мектеп құжаттарын зерттеу, әңгімелесу, жазбаша тексеру жұмыстары. Мектеп тәжірибесін зерттегенде алдымен оның мақсатымен айқындап, жоспар жасау керек. Тексеру мазмұнына мұқият дайындалып, сабақтарға байқау жүргізудің схемаларын жасап, оқушылар мен мұғалімдерге арнап анкета дайындау қажет. Қазақ тілі мен басқа пәндер арасында, әсіресе әдебиет, орыс тілі және шет тілі пәндер арасында, сондай-ақ тарихи, география, тағы да басқа пәндер арасында тығыз байланыс болады. Бұл байланыс көбінесе тіл ұстарту мақсатында жұмсалады. Өйткені бағдарлама тіл ұстарту жұмысы тіл менен тәрбие пәндерін ортақ, бұл ортақ пәндер. Яғни ортақтық мектепте бүкіл оқу мерзімі уақытында тіл ұстарту жұмыстарын
жүйесін жасауға, оқушылардың сөздік қорын байытуға, олардың сөйлеудегі қателіктерін түзетуге мүмкіндік береді. Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында мәнерлеп оқу кезеңінде оқушылардың жіберген қателіктерін үнемі түзетіп отыруға, дауыс ырғағын дұрыс қоя білуге тағы да басқа жол ашады. Назарларыңызға рахмет.